Адамнан адам бекер алыстамайды екен. Не тірлігімен, не тілімен, көңілге тиетін дүниелердің арқасында. Көңіл қалса, бәрі бекер екен. Таңертең оянған кезде 12 мүшең сау болса, бала шағаңыз аман болса, ағайын туыстан ешқандай жаман хабар келмесе, сізден бақытты адам жоқ. Қалғанының бәрі уақытша нәрсе. Біз өмір бойы жұрт не дейді деп өмір сүреміз. Ал жұрт болса, ең соңында жатқан жерлі жайлы болсын, жақсы адам болды деп 1-7-ден кейін сені ұмытып кетеді. Шақырғанда келмейтін әйелден, жұмсағанда бармайтын бала туады. Айтқаныңды жасайтын әйелден, айтпасаңда жасайтын дана туады. Текті жерден қыз алсаң, иіліп жүріп қызмет қылады. Тексіз жерден қыз алсаң, бала туғанын міндет қылады. Ешқашан сырт келбетің үшін ұялма. Себебі сен оны қолдан жасаған жоқсың. Сені сөз еткен адамдар ұялсын. Алла сенің түріңе, байлығыңа, атағыңа қарамайды. Жасаған амалыңа қарайды. Адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады. Болмайтын нәрсеге ұрыспаңдар. Адамды жоғалту өте оңай. Егер бір адамды алдау қолыңнан келсе, ол оның ақмақтығынан емес, тек сен секілді лайықсыз адамға шексіз сенгендігінен. Жаман болып туылмайды ешпенде, нашар болып кетер мүмкін өскенде, бірақ бәрі мәлім болады, өмір өзі бет пердесін шешкенде. Санасызбен санаспа, ақмақпен таласпа, өзімшілмен теңеспе, өсекшімен кеңеспе. Өйткені түбі тесік қазанға қанша құйсаң да толмайды. Ақылы жоқ адамға қанша айтсаң да қонбайды. Елемеген адамның қаға берме қақпасын, жалбарынып жалынба, біліп тұрсаң ашпасын. Ол қақпаның артында надандықтың жүгі бар, кекірейткен кеудені тәкаппарлық түгі бар. Керек еткен адамдар уақыт саған табады, менсінбеген әрқашан намысыңнан қабады. Соза берме мойныңды қарағанға төбеден, туар бір күн сағанда көрінетін өреден. Адамның түбіне жететін ұрлық, адамды қасиетінен айыратын өсек, адамды ақылынан айыратын көре алмаушылық. Адамды ағайыннан айыратын өсек, сау адамда ауру қылатын сөз бен көз. Халықтан биік тау жоқ, халыққа қарсы шықса, биліктен артық жау жоқ. Билік халықтан ұлы емес. Халық биліктің құлы емес. Менің бар арманым билік халықпен, халық билікпен бірге болсын. Сонда ғана алынбайтын қамал болмайды. Жау жағадан алмайды, дұшпан аяқтан шалмайды. Мен жайлы сөз айтпас бұрын сен, мен жүрген жолмен жүріп көр. Жығылып қайтып тұрып көр. Түсінгің келсе сен мені, мен болып өмір сүріп көр. Кедей іше алмаған сүтті, байдың байланып тұрған ит ішкен заман. Бай баю үшін тырысады, кедей кедейіне болсады. Табыс ерте тұрған адамға келеді деп есептеледі. Жоқ, табыс жақсы көңіл күйде оянған адамға келеді. Арамдық адам ажарын бұзады. Ант ұрған халықтың базарын бұзады. Ұялмайтын бетке талмайтын жақ береді. Біреу үшін мына әлемнің құлысың, ол сен үшін ашпайды да уысын. Жүргеніңді, күлгеніңді көре алмай, кейде сені шаршатады туысың. Киім кірі жуса кетеді, көңіл кірі айтса кетеді. Көңілдегі құпияңды көзің айтып қояды. Көп сөйлеген күпілдеп сөзін айтып қояды. Аңдысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы, жігіттің бағы қайтады, ағайын жұртын алдаса. Досыңа өтірік айтпа, дұшпаныңа шыныңды айтпа. Алдау бар жерде ақиқат жоқ. Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ, шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ. Жақсы адам көргенін мақтап жүрер, жаман адам көргенін даттап жүрер. Жақсының жауы көп, жаманның дауы көп. Жақсы көргенін айтады, жаман бергенін айтады. Жақсыға айтсаң білер, жаманға айтсаң күлер. Өзі өтірікші, өзгенің шын сөзіне сенбейді.
Ақылды билік наразы халықтың себебімен күреседі, ақылсыз билік наразы халықтың өзімен күреседі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Өсек тасып құмардан шығатындар болады. Құдайға сенсең құстай ұшасың, адамға сенсең мұрттай ұшасың. Сенімді жоғалтып алмайық. Өздерін бақытсыз адам деп есептейтіндер, бақытқа жетуге сәл-ақ қалғанда шыдамай кетіп қалған адамдар. Қазіргі кезде ең жақын деген досыңның өзінен әжептәуір сатқын шығады. Өмірінде бір рет сатқындық жасаған адам, екінші рет оны міндетті түрде қайталайды. Кейде адамнан ит ілгері, достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді. Жүрегі таза адам қиянатқа бармайды. Екі тентек кездессе, төбелеспен тарқайды, екі мылжың кездессе, ерегеспен тарқайды. Екі жақсы кездессе, ел жүресіп тарқайды, жақсы адам бол. Еңсесін тіктеп жүргенімен, ішінде толған мұңы бар, жүзі жылы күлгенімен, жанарда жас ыстығы бар. Тағдырдан келген соққыға мықтылар ғана шыдайды, мейірімді бір Алла сүйген құлын сынайды. Үйден ұзап шықпасаң, қатынға қадірің болмайды, ауылдан ұзап шықпасаң, жақынға қадірің болмайды. Әлсіз адам кек алады, мықты адам кешіреді, бақытты адам ұмытады. Соқыр еркек пен мылқау әйелдің үйінде ұрыс болмайды. Екі қатынның басы қосылса, үшінші қатынның соры. Кім жоқ, сол жаман. Асыл әйел әрі еркек, әрі қатын. Елді қорғайтын ерлер, елді тәрбиелейтін әйелдер. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым. Ешбір ана баласын жамандыққа қимайды. Қанша жерден жаман болсаң да, маңдайыңнан иіскеп құшағына алатын жалғыз адам ол сенің анаң. Біреудің қуанышына қуана алмаған адам қиынында қуанады. Берекесі кеткен ауылдың айтқаны өсек болар, аңдығаны төсек болар. Есіңде болсын, мықтылар көп адамға ұнамайды, өйткені оларды бағындыру қиын. Қазақтың жайнар даласы, жетілер оқып баласы, шошытатын мені сол олардың күндес таласы. Шынбақ ата-ананың махаббаты мен балалардың таза жүрегінде. Аллаға жағам десең азаншы бол, ағайынға жағам десең қазаншы бол. Әйелге күш көрсету ерлік емес, ол ақымақтық. Оны тек әлсіз еркектер ғана жасайды. Иттің бәрі тазы емес, күлгенің бәрі мәз емес. Табалаған бар дейді, таба жолы тар дейді. Жақсы аттан құласа, жаман табашы. Түзу көңіл қисық сөзге мән бермейді деген ата-бабамыз. Айтатындар айта берсін, ал сіз артыңызға қарамаңыз. Тек өз мақсатыңызға ұмтыла беріңіз. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар електеп, жаманмен дос болсаң, артыңнан жүрер өсектеп. Қарағайдың 40 бұтағы болғанымен біреуі ғана түзу шығады, қалғандары саптаяқ пен итаяқ болады. Өздері қалай сөйлейді, дәл солай жауап берсең, жүректеріне ауыр, қатты тиеді екен. Сонда олардың жүректері жүрек, ал өзгенікі тас болғаны ма? Шаршайсың білем, шаршамай жүру мүмкін бе? Өмір ғой өмір, оңайда емес кім-кімге. Жүрейін десем аяқтан шалдың, тұрайын десем таяқтап алдың. Жеңіле беріп өзіңнен өмір, жастық шағымды аяқтап қалдым. Білмесең үндеме, білсең күндеме. Бақытты азап етпе, жылағанды мазақ етпе. Бұндай күннің алмасып тұратынын ұмытып кетпе. Бұл өтпелі өмір. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ақ тәніңнің қадірін жаралы болғанда білерсің, бостандықтың қадірін жазалы болғанда білерсің, дәулетіңнің қадірін мал кеткенде білерсің, ажарыңның қадірін сән кеткенде білерсің, тіршіліктің қадірін жан кеткенде білерсің, аңдып жүрген дұшпанды дәл жеткенде білерсің. Бірден қолың жетпейді барлығына, шағым айтпа еш уақыт тағдырыңа, сырты күліп жүргенмен адамдардың жетісіп жүргені жоқ барлығы да. Әрбір адам ең бірінші қарапайым болу керек. Адамның ақылы сөзінде тұрады, нұры көзінде тұрады. Адамның аузына келген сөз ақылмен келу керек. Сөйлеу үшін ойлау керек, жұту үшін шайнау керек.
Үйде болсын, түзде болсын бір қалыпта болу керек. Әйел сұлу бола ма, болмай ма, ол табиғаттан, бірақ ақылды болғаны дұрыс. Әйелің ақылды болса, төрт құбылаң түгел болады. Әйелің адал болса, періштедей пәк болса, мерейі үстем болады. Біреу бай, біреу кедей бұл өмірде, өмір ғой мың құбылған күнде-күнге, қызығып өзгелерге қарай бермей, шүкір де дәл осылай жүргеніңе. Бүкіл жауаптың бәрі өзіңде жатыр. Сен кітаптағы жазылғандардан көп білесің, бірақ оны еске түсіру үшін кітапты оқу керек, өз-өзіңе қарауың керек. Қиын жолды таңда, онда бәсекелес аз. Өмірге деген ызамыз бар, ренішіміз көп, өкпеліміз. Кімге екені белгісіз, әйтеуір өшпенділікке толы жүрегіміз. Сіз әлемдегі жағдайларға, уақытқа, заманға икемделіңіз. Әлем сізге ыңғайланбайды. Қатты сөз естіген жүректі тілімдейді, ауырлығы сірә өзіңе білінбейді. Болмас емес, тілің сұлу болу керек, сонда ғана өзгеменен өз өмірің білінбейді. Кейбір адамдар бар, өзінің сауатсыздығымен күресуге емес, біреудің қателігін түзетуге тырысады. Уайымдама, бәрі жақсы болады, әрбір пенде бұл өмірдің қонағы, бұл өмірде кезіккен әр қиындық адам үшін тек уақытша болады. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.